Assalamu alaikum. Mana taqribimiz, sabahimiz takbiratul ihrom degan narsa to'g'ri. Takbiratul ihrom namozga bostayin deb atgan kezde istilетін іс. Namozda bostayin deb atganda. Namozga bostayin deb atsыз, turdunuz. Allahu akbar deb екі қолды көтердіңіз. Осы іске takbiratul ihrom deb aytiladi. Takbiratul ihrom, takbira деген Allahu akbardan aytılуына aytiladi. Takbira, Allahu akbardan аты. Al-ihrom деген тыйым салу деген. Yani тыйым салудың takbiri. Yani men Allahu akbar deb aytganimda, namazga bastaytın кезде Allahu akbar deb aytganim, yani tıyım saldım. Namazga дейін айтатын сөздер, істейтін істерді тоқтатамын, тыйым саламын. Болды, енді намазда айтылатын сөздер бар, намазда істелетін істер бар, соны ғана істеймін. Намазға дейінгі істейтін істерді, айтатын сөздерді тоқтатамын, тыйым саламын деген такбира. Такбираtul ihrom мағынасы осы. Осымен адам намазға бастаған болады. Енді бұл такбираtul ihроммен бірге, сонымен қатар ниет болу керек. Қандай намаз оқиын деп жатыр? Фарз ма, сүнне ма? Takbiratul ihроммен бірге, сонымен қатар ниет болады. Ниет takbiratul ihромдан кейін болатын болса, ол намаз болмайды. Намазды қайтадан бастау керек. Takbiratul ihромды қайтадан айту керек. Takbiratul ihrom өзі екі нәрседен тұрады. Екі қолды көтеру. Мен екінші қолмен телефон ұстап тұрмын содан. Екі қолды көтеру. Бұл қолды көтеру, екі қолды көтеру шарт емес, фарз емес, уәжіп емес, сүнна. Yani Peygamber Sellem'in istеген амал, сауабы бар амал. Адам қолын көтермей қалса, намаз болады, бірақ сауабы азаяды. Екі қолды көтерумен көтердік. Аллаху акбар деп айтылуы осы фарз, осы Аллаху акбар деп айту фарз. Егер қолды көтеріп Аллаху акбар деп айтпаған болса, ол намаз болмайды. Ол намаз болмайды, қабыл болмайды. Қолды көтеру сүнна. Қолды көтермесе, бірақ қолды көтермеді, Аллаху акбар деп бастады намазды. Намаз болады. Намаз сауап аз болса да, намаз болады. Бірақ қолды көтеріп Аллаху акбар айтпаған болса, ол намаз болмайды. Өйткені қолды көтеру сүнна, Аллаху акбар деп айтуы фарз. Одан кейін бұл такбираtul ihромдың қасиеттері бар. Яғни мешіттерді байқаймыз, кейбіреулер қамат айтып жатады, имам такбираtul ihромды айтып жатады, кейбіреулер асықпай, имам фатиханы бастап қояды, сүрені бастап қояды, асықпай бара береді. Takbiratul ihромды имаммен бастаудың өзі үлкен сауап амалдарға жатады. Пайғамбар саллаллаху келген бір хадисте айтады, кімде-кім 40 күн 5 уақыт намаз takbiratul ihромды имаммен үлгірсе, имам Аллаху акбар деп айтқаннан үлгірсе, бірге айтса, тозақтан құтылады, мұнафиқ болудан құтылады деген. Осындай хадис бар. Одан кейін
sahabelerden bir sahabi balasına soraptı. Namazı birge okudun mu depti biz ben. İyi okudum depti. Tekbiratul ihramga ulgurdun mu depti. Çok ulgurmedim depti. Onda sen 100 tüyeden kur kalgandaysın depti. Jane tabiinlerden Sa'id ibn el-Musayyib 20 yıl tekbiratul ihramda kaçırmağına gen. Al-A'mash degan tabi'i 70 yıl tekbiratul ihramda kaçırmağına gen. Burun ulamalar aytadigan takbiratul ihramga man bermeytin adamlar hayırsiz adam deydigan. Şonduktan takbiratul ihramga man berumuz gerek, imam bastagandan bastau gerek, keş kaldırmau gerek. Olsa elhamdülillah rabbil alamin.